Сәлем достар, мен бүгін сіздерге сельдерей туралы ақпарат беретін боламын. Сельдерейдің пайдасы қандай, құрамында қандай витаминдер бар, емдік қасиеттері қандай, және де тұмау болған кезде оны қалай пайдаланамыз, осы туралы ақпарат беретін боламын. Ол үшін сіздер экранның төменгі жағында тұрған подписаться батырмасын басып, лайк басып қойсаңыздар жақсы болар еді. Жалпы сельдерейдің пайдалы қасиеттері өте көп және минералдар мен витаминдерге өте бай. Құрамында А, В, С, Е, К дәрумендерге бай. Клетчатканың нағыз көзі болып табылады. Сол себепті ас қорыту жүйесінің қызметін жақсартуға көмектеседі, иммунитетті көтереді және клеткалық деңгейде жасару қасиетіне ие. Сельдерей артық салмақпен күрес кезінде жақсы көмектеседі. Зат алмасуды жақсартады, токсиндерді сыртқа шығарады, ісікті басады, яғни организмге керекті ең антиоксидант болып табылады. Сельдерей әсіресе калий мен К дәрумендеріне бай. Ол дегеніміз жүрек қан тамырлары ауруы кезінде жақсы көмектеседі. Жүрекке жақсы қорек көзі болып табылады. Давлениені реттейді және ағзадағы артық тұздарды шығарады. Холестеринді реттеп, оны түсіріп отырады. Жалпы сельдерейді тұмауратқан кезде суын ішсеңіз, онда противовирусный қасиет бар, яғни сіздегі инфекцияға қарсы қызмет атқарады. Жалпы сельдерейді шикі күйінде тұтынуға болады. Салаттарға қосып, смузи жасап, тамақтарға дәмдеуіш ретінде қолдануға болады. Диеталық тағам ретінде крем-суп жасап, сонымен қатар таза күйінде шырынын ішуге болады. Сельдерейді сіздерге көп қолдануға кеңес беремін. Ал сіз күнделікті өмірде сельдерейді қаншалықты қолданасыз, қандай тағамдар түрлеріне қосасыз, комментарийға жазып кетіңіз міндетті түрде. Ақпарат ұнаса, менің каналымды қолдауға шақырамын. Лайк басып, подписаться жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем әлем.